өтініш үлгісі болу керек, және ол сіздерге беріледі. Мен қазір сіздерге көрсетейін. Мысалы үшін, жерде бірінші кредиттік бюроға кімнен кетіп жатыр? Оның мекен-жайы толығымен жазасыздар. Енді ол үшін сіздер қай банктен қарыз алдыңыздар, сол банктен қаржы жоқ деген справка аласыздар. Міне, мысалы үшін Экспорт Плюстен қаржы төленіп біткен, және біз оны клиентке жібердік, немесе өзі барып алып келеді, либо өздеріңіз клиентке айтасыздар. Егер де тез несие тарихы оңалсын десең, барып аяқтай барса, өз Каспий банк болса, Каспий банкке барса, немесе Сбербанк қай банктен қарыз алды, қай банктен төлеп бітірді, қай коллектордан, сол банктерден, коллекторлардан, микроқаржы ұйымдардан қаржы жоқ деген справканы алып келеді. Міне бізде қаржы жоқ деген справка, мына жерге біз жазамыз. Мысалы үшін кімнен кетіп жатыр, Қазір сканер бұл түспейді, мен сіздерге жазып көрсете салайын. Кімнен деген жерге енді түсінікті деп ойлаймын, клиенттің аты жөнін. Мысалы, өзімдікін жаза салайыншы, пример ретінде. Кімнен дегендер түсінікті нәрсе. Кімнен? Міндетті түрде клиенттің аты жөнін жазасыздар. Немесе өзіңізге жазсаңыз болады, өзіңіздің қарызыңыз жоқ болса, банктерін төлеп бітірген. Онда сіздер осы жерге өзіңіздің аты жөнін жазасыздар. ЖСЕ. Мына жерге телефон номер жазасыздар. Егер қосымша телефон болса, оны да жазып кетіңіздер. Мекен-жайы. Қазір мекен-жайы деген жерге мен сіздерге жазып кетейін. Сіздер өздеріңіздің адресті жазасыздар. Мысалы, Түркістан облысы. Квартирада тұрсаңыз, квартираның адресін жазасыздар. Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, ЖК жұмыс етейік. 35А, 31-ші пәтер. Толық адрес жазыңыздар, Міне. Арыз, мен қай жыл алдыңыз? Мысалы, қазір мен сіздерге арыздағын көрсетейін. Мысалы үшін, бұл 11-ші ақпан 2022-де алған екен. Осыны көшірсеңіздер болады. Қай жыл алдыңыз, қандай келісім номермен, соны жазасыздар. Банк болса, банктен алдым дейсіздер, микроқаржы ұйымы болса, микроқаржы ұйымынан алдым дейсіздер. Әдегі салыстырып номер договор номерін жазасыздар жерге. Мен осындай келісімшартта банктен емес, енді микроқаржы ұйымынан жазамыз. Банк болса банкке, бірнеше болса бірнешеуін біріктіріп жазсаңыздар болады. Қарыз алу келісімшарт бойынша қанша теңге алды? Мысалы үшін ол 100 мың теңге алды, теңге несие алдым. Мына жерде грамматика дегенді дұрыстап жазу керек. Мен несиені, енді бас жағын өзінің тілінде жазған. Мен несиені таптым деген сөз болмайды, төлеп бітірдім дейді. Несиені 2000 қай жылы бітірді? 2022 жылдың 15-ші
Ya, наурызында төлеп бітірдім. Енді сіздер қай уақытта төлеп бітіресіздер, соны жазасыз. Бітірдім. Астына замбаптар кетеді. Замбаптарды оқып шықсаңыздар болады. Бұны өздеріңіз кредиттік бюролар және қалыптастыру заңы дегенді оқып танысып шығыңыздар толықтай. Сонымен бірге бұл ретте несие тарихта несиені өтеу мерзімінің барлық кезеңдерін ескере отырып, оңалтылған мәртебесін тағайындауды сұраймын. Қосымша құжаттар, мысалы, сіздің жеке куәлігіңіз, куәлік, зейнетақы қорынан көшірмесі. Үшінші, қандай ИП талон, егер болып жатса, ИП талон. Төртінші, сізде не бар? Табыс көзі. ИП-дан, мысалы, сіздерде оборот болады, соны качет етіп, осыған қосаңыздар. Табыс көзі. Бесінші, егер бұл кісілер жұмыс орнынан справканы қоса салыңыздар. Осы жерде осынша айлықта жұмыс істейді деген. Жұмыс орнынан анықтама. Өтініш иесі кім жазып жатыр осы өтінішті?